Ассалаумағалейкум досым. Бүгін сіздермен еркектердегі импотенция немесе мүше әлсіздігі, кейде оны медицинада эректиль дисфункция деп те айтып жатады. Осы мәселені талқылайтын боламыз, өйткені бізде қабылдауда осы сұрақпен өте көп еркектер, жігіттер келіп жатады. Бірақ шын мәнінде бұлардың көбісінде сол мүше әлсіздігі жоқтың қасы. Енді оны сіз үй жағдайында дәрігерге бармай-ақ қалай анықтауға болатыны жайлы видеоның соңына дейін көріңіз, бірге талқылаймыз, ыңғайлы отырып алыңыз. Өзі еркектердегі мүше әлсіздігінің себептерінің бірнеше түрі бар. Ол яғни эндокринологиялық болуы мүмкін, ол возрастной болуы мүмкін. Яғни возрастной деген жасы үлкейген сайын өздеріңіз білесіздер, 18-20 жасымдағыдай мүшем тұрмайды және солай ұрмаймын деген сияқты еркектер айтып жатады. Сонымен қатар психологиялық болуы мүмкін, сонымен қатар қандай да бір аурудың асқынуы ретінде жүруі мүмкін, және де қандай да бір препараттарды қолданған кезде сол препараттардың кері әсерінен болуы мүмкін. Ал енді жас ерекшелігінен бастайтын болсақ, яғни ол физиологиялық тұрғыда, жас үлкейген сайын еркектердің еркектік гормон тестостероны бөлінуі тоқтайды. Жалпы тестостеронның бөліну шегі 30 жасқа дейін, 30 жастан кейін ол жыл сайын 0,1%-ке азая береді. Өздеріңіз байқасаңыздар, үйленгеннен кейін көп үйленген жігіттер жас қосқан сайын салмақта қоса береді жаспен бірге. Және де бұрын бала күнде оның бойы өсетін болса, ал үйленгеннен кейін оның белі мен қарнының майы өсе бастайды. Негізінде сол бұның барлығы еркектердегі тестостерон гормонының бөлінуіне байланысты. Өйткені ол тестостерон гормоны еркектерде тек қана мүшенің тұруына жауап бермейді, сонымен қатар оның майды еріту, арықтату, еркекке күш қуат, энергия беру қасиеті бар. Енді жасқа байланысты тестостерон бөліну тоқтағандықтан, әрине егерде ол еркек онымен қоса газды сусындар, гиподинамия, яғни отырып жұмыс істейтін жұмыстар болса, қазіргі таңдайда көп еркектерде офисный работниктер көп қозғалмайды. Сол себепті ол көп қозғалмайтын болсаң, газды, энергетикалық сусындарды, сонымен қатар углеводты тамақтарды көп жейтін болсаң, физикалық жаттығумен айналыспайтын болсаң, тестостеронның бөліну бұрынғыдан да тежеледі. Және сенің әйелге деген құмарлығың одан сайын азая береді. Көп еркектер, особенно біздің менталитет бойынша, Орта Азия деп айтсақ болады, немесе біздің Қазақстанның еркектері өздерін шамамен 35-40 жастан кейін өздерін списать ете бастайды. Яғни өздерін, менің жасым келді, маған ары қарай жыныстық өмірдің не керегі бар деген сияқты. Шын мәнінде статистиканы қарайтын болсақ, европалық ғалымдардың зерттеуі бойынша 57 және 64 жас аралығындағы еркектердің, ерлердің 74% активны жыныстық қатынасқа түседі екен. Ал 65-74 жас аралығындағы еркектерде 53% белсенді жыныстық өмір сүреді. Ал сен неге 40 жаста өзіңді қатардан списать етуің керексің? Сол себепті ол жас деген ол біздің миымыздағы блоктар, мидағы шектеулер. Шын мәнінде сіз қаласаңыз, салауатты өмір салтын ұстансаңыз, тұрақты дәрігерге қаралып тұрсаңыз, сіз 90-100-ге дейін ораласыз. Яғни бұл дегеніміз баяғы ата-бабаларымыз 70 бай, 80 бай, 90 байлар қалай туғызған деген сөз ғой. Енді бұрынғы кезде ата-бабаларымыз атпен шауып, пайдалы тағамдарды жеп, сонымен қатар тау мен тастың арасында физикалық нагрузкалар жүрген болса, қазіргі таңда біздің еркектердің көбісі TikTok пен Instagramда жүреді. Сонымен қатар суда отырған кезде шешінген жалаңаш қыздарды, сонымен қатар 18+ порно фильмдерді көру арқылы оларда психологиялық ауытқуларда болып жатады. Бұл уже біз сіздермен келесі тақырыпты қозғап жатырмыз. Яғни возрастной біттік, енді психологиялық. Яғни көп адамдарды, былайша айтқанда, қазіргі информационный ғасырда көп адамдарда көздері тоқ, яғни адамдар тойып қалған. Ол дегеніміз, яғни 18+ порно фильмдерді көреді, көшеге шықсаң, Instagram, TikTok, ғаламторының кез келген жеріне кірсең, шешінген, жеңіл киінген қыздар көп. Сол себепті еркектер тойып қалған көздері. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, бір шаншар немесе алдараспанда тегін әйел деп бір әзіл шыққан еді ғой. Ол әйел үнемі сіздің жаныңызда болғаннан кейін сізде өзіңізге блок қоя бастайсыз да, мен ол үнемі жанымда ғой, қалаған уақытта мен онымен жыныстық қатынасқа түсе аламын деген сияқты.
сіз оған қалаған уақытта жыныстық қатынасқа түсе алмайсыз. Ол өйткені сіз үнемі жыныстық қатынасқа тұрақты түрде түсіп отырмасаңыз, ол организм өзі жұмыртқа тестостерон гормонын бөледі ғой. Және сіздің активді жыныстық қатынасқа түсуіңіз үшін сол тестостерон гормоны жауап береді. Сіз егер тұрақты түрде белсенді жыныстық қатынасқа түсіп, жұмыртқадан сол тестостерон сұрап отырмасаңыз, онда бұл ағза өте ақылды. Ол да ойлайды, бұда жыныстық қатынас жоқ, значит бұған тестостерон гормоны бөлінуі қажет емес деп тестостерон бөлмей қояды. Есесіне сіздің жыныстық қатынасыңыз одан сайын баяулай бастайды, азая бастайды, және жыныстық қатынасқа деген құмарлығыңыз төмендей бастайды. Және де көп жігіттер қыздарға барған кезде порно видеоларды көріп тойып алған, сол жақтағы мүшесі үлкен жігіттерді көріп, сонымен қатар жыныстық қатынас кезіндегі видеодағы айғайлап шыңғырып жатқан порно звездаларды көріп, жыныстық қатынас кезінде, яғни процесс кезінде сол видеодағы былайша айтқанда ертегілерді күтеді. Реальный өмірде негізінен жыныстық қатынас мүлдем басқаша. Сол кезде сол кинодағыдай қыз айғайлап шыңғырып қатты ыңырсымаса, значит мен мына қызды қанағаттандыра алмадым, менің мүшем кішкентай болғандықтан деп комплекс пайда болады. Және де ол екіншісінде және үшіншісінде қатынасқа түсетін кезде әрдайым ода қорқыныш болады, уайым болады, өзіне күдік болады. Ал кез келген психологиялық қорқыныш, уайым, күдік ол мүшенің әлсіздігіне алып келеді. Яғни мұны психогенді эректильді дисфункция деп те айтып жатады. Сол себепті ол порнофильмдегі мүшесі үлкен порно звездалармен мүшеңізді салыстырып әлекке түспеңіз. Өйткені олар әртүрлі ракурстарда алады, әртүрлі градуста алады. Сонымен қатар олар сол порнофильмге түсетін еркектерге міндетті түрде фильмнің алдында мүшені тұрғызатын дәрілер берілуі мүмкін. Сол себепті өзіңізбен өзіңіз әуреге түсіп, психологиялық мүше әлсіздігіне ауытқуға жол бермеңіз. Келесі айта кететін мәселе ол эндокринологиялық, яғни еркектерде гормональды бұзылыстардың кесірінен болатын проблемалар. Бұған көбінесе бағана видеоның басында айтып өттім, тестостерон гормонына байланысты. Негізінен мүше тұру үшін тек қана тестостеронның ғана рөлі жоқ. Ол жақта сол тестостеронның синтезін, яғни бөлінуіне әсер ететін, мидың алдыңғы бөлінен бөлінетін гормондар бар. Яғни лютеинизирующий гормон деген бар. Сонымен қатар тестостеронның гормон бөлінуін тежейтін сыртқы әсерлер бар, яғни қант диабеті бар, кортизол деген гормон, стресс деген гормондар бар. Осылардың барлығы тестостеронның да бөлінуін тежейді. Және тестостеронның бөлінуін тежейтін ол варикоцеле. Яғни бағана айтып өттік, аталық без жұмыртқадан тестостерон гормоны бөлінеді. Сол жұмыртқаның сыртында көк тамырлар кеңейіп кеткен кезде ыстық температурадан жұмыртқа өзінің функциясын, яғни қызметін бұза бастайды. Яғни тестостерон гормоны бөліну тежеледі, сонымен қатар ұрықтың, яғни сперманың, сперматозоидтардың бөлінуі де тежеле бастайды. Және де ағзада пролактин, сонымен қатар эстрадиол деген гормондар бөлінеді. Эстрадиол деген негізінде әйелдік гормон, бірақ ол шын мәнінде кез келген бізде қабылдауда пациенттер айтып жатады, бұл гормон жақсы ма, жаман ба деп. Негізінде бізде ағзада ол Алла тағала жаратқаннан кейін бізде жақсы немесе жаман гормон деген жоқ. Сол гормонның пайдасы және зиянды жақтары ғана болады бізге. Яғни ол гормонның қалып жағдайдан көтеріліп немесе түсіп кетуі болады. Соны айтатын болсақ, мысалы пролактин деген гормон мидан бөлінетін. Ол жоғарылап кетсе, оны пролактинома деп айтады. Ол еркектің мүшесі әлсіз тұра бастайды. Өйткені ол басқа да жыныс гормондарын тежейді. Және де көбінесе бұл бодибилдерлерде, яғни тестостерон гормоны химиялық сырттан салатын жігіттерде кездесіп жатады. Сырттан химиялық тестостерон салған кезде ол өзінің қалыпты деңгейінен бірнеше есеге көбейеді. Ал кез келген артық тестостеронның барлығы әйелдік гормон эстрадиолға айналады. Өйткені эстрадиол тестостеронның ішінен бөлінетін гормон. Сонымен қатар қалқанша бездің гормондары, соның бұзылысы кезінде де мүше әлсіздігіне алып келуі мүмкін. Сонымен қатар еркектерде пироний, приапизм деген аурулар бар, яғни мүшенің қисаюы, және де бір қандай да препараттардың асқынуынан болуы мүмкін. Артериал қан қысымын түсіретін препараттар және жүрек ауруы, сонымен қатар миокард инфарктын алған пациенттерге берілетін препараттарда кері әсері бар, яғни олар мүше әлсіздігіне алып келеді. Олар мүшеге баратын қан тамырларды кеңейту арқылы мүшеде қан айналым процесін нашарлайды. Осы импотенцияға немесе мүше әлсіздігіне алып келеді. Бұндай жағдайлар біздің қабылдауда жиі кездесіп жатады. Сонымен қатар бауыр аурулары өзі
барлық адамдарда ГСПГ деген гормон бар, яғни глобулин связывающий половой гормон. Ол негізі бауырдан бөлінетін гормон. Ол еркектердегі барлық жыныстық гормондарға транспорттық қызмет атқарады, яғни пайдалы гормондарды ағзаларға, тканға жеткізіп, соларды жұмыс етеді. Осы ГСПГ гормоны қалыпты жағдайдан жоғарылап кетсе, ол кезде де бұл мүше әлсіздігіне алып келуі мүмкін. Енді сіздермен осы мүше әлсіздігіне алып келетін бірнеше себептерді талқыладық. Бірақ соның ішінде күнделікті сіз маған зиян келтірмейді ғой, менің өзімнің бір 5 минуттық ләззатымды алып жүрейінші деп жүрген күнделікті жағдайларыңызды айта кетейік. Оның ішінде ішімдік, яғни оған айтар болсақ, әсіресе сыра. Сыраның ішінде фитоэстроген бар. Фитоэстроген деген сол әйелдік гормон. Байқасаңыздар, әсіресе мынау сыра көп ішетін адамдарда қарын мен белдің майы үлкен болып тұрады. Ол дегеніміз сол фитоэстрогеннің кесірінен анау денесі, былайша айтқанда фигурасы әйел тектес болып кеткен. Өйткені ода еркектік гормон азайып, әйелдік гормон көбейгендіктен. Және де біздің қоғамда темекіні өте көп адамдар шегеді. Темекіні шеккен кезде ол мүшеге баратын қан тамырларды тарылту арқылы мүшедегі қан айналым нашарлатады. Ал мүше жақсы тұру үшін ол жақта қан айналым жақсы болу керек. Ал енді бағана видеода сіздерге уәде еткендей, үй жағдайында сізде мүше әлсіздігі шын мәнінде бар ма жоқ па, дәрігерге міндетті түрде бару керек па, керек емес па білу үшін сіздерге осындай кестені шығарып қоямын. Осы кейін бұны МИЭФ-5 деп айтады. Неге МИЭФ-5? Өйткені мұнда 5 сұрақ бар. Осында 5 сұраққа сіз жауап беру арқылы төменде нәтиженің бағалануы бар. Яғни 21 мен 25 балдың арасында алсаңыз, яғни сізде мүше әлсіздігі жоқ деген сөз. Егер де 16 мен 20 балдың арасында болса, сіздің белгілегеніңіз, онда сізде мүше әлсіздігінің жеңіл сатысы деген есептеуге болады. Ал егер де 16-ға жетпесе, онда мүше әлсіздігінің ауыр сатысы деген сөз. Мұндай жағдайда енді барлығын үй жағдайында шешіп тастау мүмкін емес. Бұл сіздерге алғашқы диагностика жасау мақсатында беріп отырмыз. Егер де бәрібір де көңіліңізде қандай да бір күмән болса, төменде ссылка бойынша біздің Instagram парақшаны қалдырамыз, телефон номер қалдырамыз. Соған хабарласып келсеңіздер болады. Сіздегі мәселені бірге шешетін боламыз. Жалпы мүше әлсіздігі 100% емделеді. Яғни бұның гормонал терапиядан бастап клиникадағы әртүрлі аппараттармен емдеу, гормон беру, қандай да витаминдер беру, немесе бір жаттығулар жасату. Сонымен қатар ең соңғы этап операциямен де толық 100% емдеуге болады. Сол себепті менің жасым 40-тан асты, енді маған не керек дейсің деп өзіңізді қатардан списать етудің қажеті жоқ. Өйткені еркек қай жасқа келсе де ол еркек болып қалуы керек. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған доктор Муканов. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздегі қандай мәселелер болса жаза кетіңіз. Мүмкін сіздегі мәселені есепке ала отырып келесі видеоны сізге арнап түсіруіміз мүмкін.